Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Бүгінгі шығарымда 2021 жылғы «Твоя свадьба» атты китайский фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Фильмнің басында Джао Сяосе деген дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сабағын өткізіп, одан соң алғашқы махаббатынан келген хатты қолына ұстап отырып, жастық шағын есіне алып кетеді. 17 жасар Джао Сяосе мектепте сабақ уақытында бұзақылық жасап, балалармен төбелесіп жатады. Сол уақытта жанынан өтіп бара жатқан қызды көріп, оның сұлулығына таңданып, бір көргеннен ғашық болып қалады. Төбелескен үшін мұғалімнің бөлмесіне сөйлесіп жатқанда, сол кезде жаңадан ауысып келген сұлу қыз да кіріп келеді. Есімі Юйенсе екен. Жігіт мұғалімнің шығып кеткенін пайдаланып, қызбен танысып үлгереді. Және де қандай да сұрақтарың болса, маған кел. Менің есігім саған әрдайым ашық дейді. Ал қыз болса, басқасын қайдан, бірақ ашық бір есікті көріп тұрмын деп жігіттің жыртық шалбарын көрсетіп ұялтады. Юнсе мектепке көшіп келгеннен бері мектептегі барлық ер балалардың арманы Юнсенің назарын өздеріне аударту болды. Солардың қатарында біздің басты кейіпкеріміз Джао Сяосе де болды. Тіпті жүзу командасының капитаны қызға қырындап еді, ал қыз болса бірден қайтарып тастады. Енді маған жолаушы болма деп. Содан кейін қыз, жігіт екеуі мектеп қабырғасынан қарғып, сабақтан қашып кетеді. Қыз жігітке тоғайға барамыз дейді. Жігіт болса, кездесе сала бірден тоғайға барамыз ба деп басқа нәрсені қиялдап кетеді. Шын мәнінде қыз атауы тоғай деген дәмханаға тамақтануға алып барады. Келесі күні қыз жігітке мектепте тағы да тоғайға бармайсың ба деп қалжыңдайды. Ал жүзу командасының капитаны болса, қызға жол бермей алдын кес-кестеп тұрғанын көрген жігіт онымен тағы да төбелесе жөнеледі. Артынан жігіт қызға барып, сен оған екеуміз кездесеміз деп айтсаң, ол сені жайыңа қалдырады дейді. Ал қыз болса, маған бұзақылар ұнамайды дейді. Сол кезде жігіт, сен олай айтсаң, мен мүлдем төбелеспейтін болам дейді. Сосын қыз әлгі жігітке, біз Сяо-Сяосе екеуміз кездесеміз, біздің мазамызды алмаш дейді. Ал жігіт болса, енді ешқашан төбелеспеймін деп қызға уәде береді. Келесі күні жігіт қызға мектепке таңғы салып келеді. Ал қыз болса, ұмытпасаң, біз шынайы кездеспейміз дейді. Сол кезде әлгі жігіт Сяо-Сяосенің басына сүт лақтырып жібереді. Жігіт қыздың бетіне тиген тамшыларын ақырын ғана сүртіп, әлгі жігітке барып, барлығын тек күшпен шешу керек пе дейді. Әлгі жігіт болса, онда келесі жетіде жүзуден жарысамыз. Сен жеңсең, сені жайыңа қалдырамын, ал мен жеңсем, қыз арқасынан мені жақсы көретінін жазып алсын дейді. Қыз келіседі де жігітке қарап, мен саған сенемін дейді. Сол күннен бастап жігіт жарысқа дайындала бастайды. Екеуі үнемі бірге жүретін. Бір күні сабақ уақытында дәмхананың алдынан мұғалім көріп қалып, екеуі жаңбырда қашып кетеді. Екеуі бірге қол ұстасып қашып, жігіттің үйіне киімдерін кептіруге кіреді. Сол кезде қыз жігіттің заттарын ақтарып қарап жүріп, бір қораптан жігіттің жинап жүрген ұятсыз дискілерін тауып алады. Ал жігіт болса, оны оған көрсетпеуге тырысып еді, бірақ онысынан ештеңе шықпады. Сол кезде қыз, сендер осындай дискілерді қай уақыттан бастап көресіңдер деп сұрайды. Ал жігіт болса, қыздың қай жастан бастап сұрап тұрғанын түсінбей, сағат 11-лерде деп жауап береді. Ал қыз болса, жігітті одан сайын мазақ қылып күле бастайды. Сағат 11-лерде үйге болуың керек, тезірек қайт деп жігітті қылжалақтап мазақтайды. Жарыс болатын күнге де жеттік. Сяо-Сяосені қолдап Юнсе мен досы да келді. Жүзудегі жарыстан жігіт 3-ші орынға ие болды. Жаттықтырушы өте жақсы көрсеткіш, сенен мұндайды күтпеп едім дейді. Ал қыз болса, жігітті құттықтап балмұздаға келіп береді. Ал әлгі жігіт өзі жеңсе де өзінің жеңісінің дәмін сезбеді. Қыз бен жігіт екеуі жағалауға барып көңілдерін көтереді. Қыз өзінің сурет салуды ұнататынын, дизайнер болғысы келетінін айтып, жігіттің суретін салады. Екеуі керемет көңіл күйде үйлеріне қайтарда, қыз жолдан таныс көлікті көріп қалып, қорқып кетіп, жігітті құшақтап тығыла бастайды. Ал жігіт болса, мәз болып тұрады, қыздың қорқып тұрғанын байқамай. Ертесіне қыз мектепке келмеген соң жігіт қыздың үйіне барса, алқаш анасын ұратын әкесі қашып кеткен өздерін тауып алып, тағы да айқай шығарып жатыр екен. Мұны көрген жігітке қыз кет деп бұйырады. Жігіт қызды уайымдап жүреді. Бір күні кешке қыз жігітке хабарласып, сенімен танысқаныма қуаныштымын, қош бол деп тұтқаны қоя салып, автобусқа мініп, анасымен кетіп қалады. Ал жігіт болса, велосипедіне мініп, түнделетіп қыздың үйіне барса, олардың көшіп кеткенін көреді. Арада 2 жыл өтеді. Жігіт компьютерлік клубта жұмыс жасап жүреді. Досы өзі түсетін универдің суреттерін көрсетіп жатқан кезде, суреттердің арасынан Юйенсенің суретін көріп қалып, қуанып, мен де универге түсемін деп шешеді.
үйіне келіп, ата-анасына келіп өзінің универге түсетінін айтады. Сол сәттен бастап экзаменге дайындала бастайды. Қалайда UNC-мен бірге бір универде оқимын деген алдына мақсат қойып, соған жету үшін аянып қалмайды. Осы уақытқа дейін оқымаған сабағын бір уақытта оқып, жаттап, барлығын есіне сақтау жігітке оңайға соқпады. Бірақ та алға қойған мақсатына жетті. Экзаменнен өтіп, универге түсті. UNC-ні көп іздеп, ақыры оны тапты. Қызға жақын болу үшін қыздар өнер көрсететін черлидер тобында да қосылып алды және қыздың жігіті бар екенін білді. Жігіті футбол командасының басты мүшесі екенін білсе де, егер де жігіті болмаса, менің қарсыластарым көп болушы еді, ал қазір менің тек жалғыз ғана қарсыласым бар деп ол қыздан бас тартпады. Бірде екеуі көшеде әңгімелесіп тұрған кезде өзге бір жігіттің басқа бір қызға тиісіп атқанын көрген, олар екеуі әлгі қызды ана жігіттен құтқарып аман алып қалады, ал әлгі қыз болса рахмет айтып кетіп қалады. Келесі күні жігіт бөлмесіндегі достарымен бірге ұятсыз дискіге тапсырыс берген екен. Тапсырысты қыз ішінде не бар екенін білмей қорапқа қол қойып қабылдаған екен. Жігіттер соны қарайын деп жатқан кезде полиция қызметкері келіп, жігіт пен қызды бөлімшеге алып кетеді. Жігіттер ұятсыз видео көру заңсыз болғаны ма? Біз түсіндік, UNC-ні қол қойған үшін алып барады деп ойлайды. Жігіт бөлімшеге барғаннан кейін қыздың күнәсі жоқ, мен ол дискіні алған деп сөйтіп бөлімшедегі офицерге айтады. Осы кезде қыз қандай диск екенін түсініп, жігітті ұра бастайды. Ал полиция қызметкері болса, оларды бөлімшеде шу шығарған үшін қамап тастайды. Шын мәнінде алдында көмектескен қыз алаяқ қыз болып шығыпты. Екеуі соны сыбайлас деп ойлап, бөлімшеге жауап алу үшін әкелген екен. Жігіт қыздың туған күнімен құттықтап хабарласады да, тойлап жатырсың ба деп сұрайды. Ал қыз болса, жоқ, ауырып қалдым, өлмедемін. Негізі жігітімен от шашу қарайын ба деп ойлап едім деп жауап береді. Мұны естіген жігіт қыздың мәңгі есінде қалсын деп үлкен көлемде от шашу ұйымдастырады. Қыз бөлмесінен шығып от шашуға қарап мәз болады. Мұның барлығын Джоуси істегенін білмесе де. Жігіт қыздың туған күнінде бөлмесінде көңіл күйі болмай отырмай шығып армандаған от шашуын көргеніне дән риза. Бір күні Джоуси қыздың жігітін басқа бір қызбен қырындап сөйлесіп тұрған көріп қалады. Қызға барып, жігіттің басқа қызбен көрген айтады, ал қыз болса оған сенбейді. Сол кезде футбол ойынынан кейін қыздың жігітін ұрып тастайды. Сол сәттен бастап қыз бен жігіт араларын үзеді. 2015 жылға да келдік. Джоуси достарының арасында отыр. Қасында кездесіп жүрген қызы бар. Достары үйленіп ал деп ақыл айтып жатады. Бір күні Джоуси көшеден UNC-ні басқа бір жігітпен көріп қалады. Байқап қараса, оның шағын бейнероликтерге актриса ретінде жұмыс жасап жүргенін біледі. Қыз да жігітті көргеніне қуанады. Екеуі көптен көрмеген бір-бірімен әңгіме айтып ұзақ отырады. Әңгіме барысында қызды бірнеше күнге түсірілімге жеткізетін адамның қолы бос емес екенін білгеннен кейін жігіт өзінің көмектесе алатынын айтып, қызды сөйтіп күнде түсірілімдерге жеткізіп жүрді. Және де қыздың актриса болғаннан қарағанда дизайнер болғаны өзіне қатты жарасатынын айтты. Қыз да бұл сөзді жақсы қабылдап, өзінің бұрынғы суреттерін есіне алып қарап отырды. Тағы да келесі бір күні қызды түсірілім алаңына жеткізуге көмектеседі. Қайтар жолда екеуі жағалауға барып, жастық шақтарын естеріне түсіреді. Жігіт өзінің өміріндегі ең маңызды жарысына қызды шақырады. Сол күні қалада қатты дауыл тұрып, жаңбыр жауады. Жаңбырдың әсерінен жолда көліктер жете алмай қалады. Қыз да жолда жете алмай жатқанын естіген жігіт жарысынан бас тартып, қызды уайымдап жүгіріп кетіп қалады. Қызды күтіп алып, оған өзінің жүріп жүрген қызымен айырысқанын және де алғаш көргеннен бастап сені қатты жақсы көремін, менімен бірге болшы деп сезімін білдіреді. Және де осы сәтте қыз, жүр жарысқа барайық, мүмкін әлі саған мүмкіндік бар шығар деп кетіп бара жатқан кезде төбеден түсіп келе жатқан темірді көрген жігіт қызды құтқару үшін өзінің денесін тосып, қызды аман сақтап қалады. Сөйтіп жігіт ауруханаға түседі. Сол кезде қыз жігіттің сезіміне өз сезімін көрсетіп жауап береді. Осыдан кейін екеуі енді бірге қыз бен жігіт болып жүре бастайды. Және де екеуі бірге тұра бастайды. Қыз өз дизайнерлік жұмысын жалғастырып, ісі алға басады, ал жігіт ем алып жүреді. Екеуі бақытты күндерін бастарынан кешіп жүреді.
бір жылдан кейін жігіттің енді жарысқа қатыса алмайтынын және қызды Милан қаласына жұмыспен жіберетінін біледі. Жігіт өзінің енді жүзумен айналыса алмайтынын білгеніне тұнжырап, қыздың үйленейік деген сөзіне де тұрақты жұмысым жоқ, қалай үйленем деп жауап береді. Қыздың әкесі қайтқан күні жігіт досымен әңгімелесіп тұрып, үйленсемен кезіктірмесем, жарақат алмас бедім, және де чемпион болар медім деп өкініп тұрғанын қыз естіп қалады. Жігіт артынан қыздан кешірім сұрап айтқан сөз үшін арамызда бәрі жақсы болады десе де, қыз өзінің Миланға кететін болып шешкенін, араларын үзетінін айтып, екеуі екі жаққа айырылысады. Екеуінің ең алғашқы кездесуінен бері 15 жыл өткеннен кейін жігіт қыздан үйлену тойына шақыру билет алады. Жігіт тойға келіп, қызға: "Мен сені кезіктіргенім ең бақытты сәтім. Сенімен өткізген әрбір күнім бақытты болды. Менің төбелеспен өткен жастық шағымды жақсы шаққа өзгерткен сен. Сені ренжіткен өкінем деп айтқан сөзім үшін мен әлі де қатты өкінемін. Егер де осыны ертерек түсінсем, мен сені жоғалтып алмас едім. Мен сені қатты жақсы көрдім. Енді мен саған бақыт тілеймін. Қош сау бол" деп қызбен қоштасып кетіп қалады. Фильм осымен аяқталады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, маған қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Және де видеодан алған әсеріңізбен комментарийға бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Келесі жаңа видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая Драма.